Бүгін Абай облысы білім басқармасының ұйымдастыруымен және рухани жаңғыру Қазақстандық қоғамдық даму институтының қолдауымен балалар әлемі жобасы шеңберінде республикалық балалар оқулары байқауының облыстық кезеңі өтті. Облыстық турға 3-10 сынып аралығында бірінші кезеңде үздік нәтиже көрсеткен 25 оқушы қатысуда. Байқаудың мақсаты балалардың кітап оқуға деген құштарлығын арттыру, қазақ және шетел әдебиетін, ақын жазушылардың шығармаларын терең зерттеуге шақыру және жас ұрпақтың бойына отансүйгіштік сезімді қалыптастыру. Облыстық тур қорытындысы бойынша ертегілер әлемінде тақырыбында 3-4 сыныптар бойынша Абай ауданынан Шұғыла Жұмаханова, Кел балалар оқулық тақырыбындағы 6-5 сыныптар бойынша Ақсуат ауданына Айзере Сайлаубек, Ғасырлар тарихты жырлайды тақырыбында 7-8 сыныптар бойынша Ақсуат ауданынан Ұлпан Айдынқызы, Ұлы дала жырлары және Ұлы дала ұлағат тақырыбында 9-10 сыныптар бойынша Аягөз ауданынан Әмина Қайролла бірінші орынды алып, республикалық турға жолдама алды. Қалған қатысушылар балдық жүйе бойынша жүлделі 2-3 орынмен марапатталып, басқарма атынан арнайы әдеби кітаптар сыйлыққа табысталды. Қазақстан іскер әйелдер қауымдастығы КТК телеарнасының қолдауымен мейірімділік керуені 5-ші республикалық конкурсының басталғанын жариялады. 5-ші рет ұйымдастырылып отырған мейірімділік керуені байқауы игі іс атқарған жандарды анықтауға, халықтың азаматтық бастамаларын жандандыруға және мейірімділік пен гуманизм сияқты адамгершілік құндылықтарды нығайтуға бағытталған. Ағымдағы жылдың 14 қазанында Абай облысының аймақтық коммуникациялар қызметінде мейірімділік керуені 5-ші республикалық конкурстың өткізу туралы баспасөз конференциясы өтті. Конференцияның спикерлері Семей қаласының іскер әйелдер қауымдастығы атқарушы директоры Әсия Нығметова және басқарма мүшесі Данажан Серікбаева болды. Лауреаты конкурса могут выдвинуть себя те люди, которые помогают людям, помогают спасать их жизни, спасать животных, окружающий мир, экологию, те люди, которые помогли образованию, да, нашему городу, либо... Сондай-ақ қайырымдылық тарихы номинациясы журналистке немесе шығармашылық ұжымға бұқаралық ақпарат құралдарындағы қайырымдылық, әлеуметтік мәселелерді үздік жариялағаны үшін берілетін болады. Осы сынды басқа да аталымдар бар. Толық ақпараттарды білу үшін әлде байқауға қатысуға өтініш тастағыңыз келсе, Қазақстанның іскер әйелдер қауымдастығы сайтына кірсеңіз болады, деді басқарма мүшесі Данажан Серікбаева. Айта кету керек, конкурсқа қатысуға өтінімдер 2022 жылдың 30 желтоқсанына дейін қабылданады. Өтінімдерді қабылдау өңірлерде жүзеге асырылатын болады. Бесқарағай ауданының әкімі Талғат Мұратов жұмыс сапарын Кіші Владимировка, Бостал ауылдарында жалғастырды. Сапар барысында ауылдардың әлеуметтік нысандарын, білім ордаларын, медициналық фельдшерлік пункттерін, су құбырларын және Семей орманына қарасты Бостал орман шаруашылығын, саябақтарды аралап, олардың жай-күйімен танысты. Бостал ауылында су мәселесі өзекті проблемалардың бірі екендігіне көз жеткіздім. Орман шаруашылығынан су желісін тарту бойынша тиісті басшысына, ауылдық округ әкіміне сметалық құжаттама әзірлеуді тапсырдым деп жазды өңір басшысы өзінің Инстаграм әлеуметтік желісінде. Сондай-ақ Малая Владимировка ауылдық округін аралау барысында анықталған кемшіліктерге сәйкес ауылдық округ әкіміне тиісті сала басшыларына тапсырмалар берді.